Сингапур синдромы немесе синофобия. Синофобияны қазақшаласақ Қытай қаупі, Қытай үрейі деген сөз. Ал Сингапур синдромы қазақтың санасына тың ұғым бола қоюы екіталай. Сингапурда Қытай, Қытайда Қытай. Атам қазақ, оларды ежелде тауғаш деп, тапқаш деп, кейінірек шүршіт деп, бертінірек Қытай деп атағанымен, тіпті осы күндері Ханзу деп атағанымен, айналып келгенде бұлардың бәрі бір халық. Біздің арғы ата-бабаларымыз күлтегін мәңгі тасында, білге қаған мәңгі тасында, тұнйоқық ескерткіштерінде тасқа ойып тұрып жазған тауғаштың бектері залым деген тауғашыңыз осы. Тауғаштың шайы мен шайысіне алданбаңдар деп тасқа ойып жазып кеткен сол ата-бабаларымыздың өсиеті бүгінгі күнде тұтас түркі қауымының жадынан ұмытылып кеткен сияқты. Тасқа жазылған таңбалы жазулардың хикметін біздің санамыз енді сезініп жатқандай. Сингапур Қытай, Қытай да Қытай. Мейлі тауғаш, мейлі шүршіт аталсын, бұл қауым Қытай. Сингапурдың қазаққа қатысы қандай деуіңіз мүмкін. Қатысы болғанда да зор қатысы бар. Біздің қазақ екінші Сингапур болып қалмай ма? Бүгінгі айтайын деген сөзіміздің өзегі де, түйіні де осы. Жер бетінде бір мемлекет бар, ол тәуелсіздігі үшін күреспей-ақ тәуелсіз болды. Ол тіпті біз тәуелсіз болмайықшы деп жанталасты. Оны өзге елдер сен тәуелсіз бол, сен өз алдыңа мемлекет болып өмір сүр деп әлгілерді зорлықты түрде тәуелсіз ел қылып тастады. Ол ел Сингапур. Адамзат тарихында Сингапурдың тарихы таңғажайып. Әрине көп қазақтың назарында Сингапур оңтүстік шығыс Азиядағы құрттай арал ел, бай, бақуатты, батыстық өркениеттегі демократиялы қуатты ел. Бірақ қайғырынан айтсаң да, ол Қытайдың елі. Сингапурдың тұрған жері негізі Қытайдың жері емес еді. Ол өздерін Малай деп атайтын мұсылман халықтың жері болатын. Оңтүстік шығыс Азиядағы Малайзия, Индонезия, Бруней үшеуі бір текті халық. Бәрінің айтатын тілі Бахаса деп аталатын тіл, өте жақын, бір-бірін аудармасы түсінетін бір текті халық, бір ұлт. Осы малайлардың жеріне бірнеше ғасыр бұрын келіп Қытайлар қоныстана бастайды. Саудагер Қытайлар, ішкі соғыстан босқан Қытайлар осы Сингапурдағы портты жағалайды, балықшы болып кәсіптенеді, саудамен айналысады. Сөйтіп, ең соңында бүгінгі Сингапур ел болып қалыптасады. Сингапурдың тәуелсіздігі таңғажайып. Бұл Сингапурда айту себебіміз тікелей Қазақстанмен қатысты. Ендеше Сингапур синдромы деген осы ұғымды ашалай түсу үшін Сингапур тарихынан бір-екі ауыз сөз айта кетейік. Сингапурды ел қылған басшының аты Ли Куан-яу. Орыс тілді ақпарат оны Ли Куан-ю дейді. Бұның Ли Куан-яудың бір кітабы бар. Тәуелсіздіктің тауқыметті жолы немесе Ли Куан-яудың естеліктері дейді. Бұл кітаптың Қытай тіліндегі нұсқасын ертеректе оқығанбыз, енді содан есімізде қалған бір-екі ауыз сөзді айта кетейік. Кейбір елдер ежелдің ежелінен тәуелсіз, ал кейбір елдер тәуелсіздік үшін күреседі. Сингапурдың тәуелсіздігі оның шекесіне зорлықпен таңылған. Сингапур үшін алып айтқанда 1965 жылдың 9 тамызы ешқандай да бір құттықтарлық күн емес еді. Біз ешқашан тәуелсіздік үшін күрескен емеспіз. 100 миллиондаған Малай және Индонезия мұсылмандары жасайтын 30 мың аралдың ортасындағы құрттай ғана Қытайлар жасайтын аралдың дербес және тәуелсіз өмір сүруі адамның ақылына сыймайды деп жазады Ли Куан-яу. Ли Куан-яудың осы сөзі адамзат тарихындағы тас қойып жазатын сөздердің бірі деп бағалауға болады. Себебі Ли Куан-яу Сингапурдың тәуелсіздігіне ежелден қарсы болды. Ол тіпті 1996 жылдың өзінде Малайзия мен Сингапурды біріктіру туралы ұсынысын ортаға қояды. Есептеңіз. Яғни Ли Куан-яу күні кешеге дейін Сингапурдың тәуелсіздігіне басы бүтін қарсы болған адам. Және ол Сингапурды тәуелсіз, бай, бақуатты, құдіретті ел етіп құрып шыққан бірден бір адам.
Сингапур не үшін тәуелсіз болды? Себебі Малайзия оны талақ етті. Кәдімгі шариғат жолымен айтсақ, сол талақ етуге ұқсаңқырап қалады. Себебі Малайзияның сол кездегі ақылмандары, саясаткерлері өте бір таңғажайып шешім қабылдайды. Олар үшін алған кезде ата-бабасынан қалған, мұраға қалған жерді сақтап қалу, немесе Қарақытайды қара-құртша қаптатып алу деген екі таңдаудың бірін таңдау алдарына ұсынылды. Малайлар амалсыз қалды. Жерді ойласа, онда Сингапурды құшағында алуы керек. Себебі бұл жер ата-бабасының жері. Ал ертең Сингапурдағы құжынаған Қарақытайдың тұтас Малайзия жерінде емін еркін жүруін, немесе Малайзия азаматы болып өмір сүруін ойлағанда, оларға Сингапурды тәуелсіздендіріп, елден бөлектеп тастау деген таңдау алдарына қойылады. Сол замандағы Малайзияның басшылығы, саясаткерлері таңғажайып шешім шығарады. Адамзат тарихында болмаған, ешкім мұндай ерлікті жасап көрмеген осындай бір шешімді Малайзияның атқамінер азаматтары қабылдайды. Шынында да ол кезде Сингапурдағы құжынаған Қарақытайды Малайзияның тұтас халқына қосып, олардың ортақ есебін шығарғанда, Малайзиядағы қытайлардың үлес салмағы әлдеқайда артып кетер еді. Ол ертең сол жердегі малай халқы үшін үлкен қауіп болар еді. Ол кездегі санақты білмеймін. Мен осыдан бірнеше жыл бұрын бірнеше мәрте Малайзияға және Сингапурға барып қайтқанмын. Сол кезде Малайзияның мемлекеттік санағында қытайлар 26% ұстайтын, үнділер 13% ұстайтын, 39% басқа қауым, ал Малайзияның мемлекетін ұстап тұрған тұрғылықты байырғы халық малайлар сонда 61% ұстайтын. Бұл енді мемлекеттік санақ. Бірақ Куала-Лумпурда және Жохор Бахор штатында, тағы басқа Малаккада болған сапарларымда менің байқағаным, Сингапурдың тұтас орта шағын бизнесі, ірі өндірісі, қызмет көрсету саласы тұтасымен қытайлардың қолында екен. Осыны көргеннен кейін мен анау ертенің ертесінде Сингапурды бөлектеп тастаған малай басшыларының ерен шешіміне, ерен ерлігіне таңырқамасқа болмады. Сингапурдың Қытай екенін айттық. Ли Куан Еудің үзіндіні тағы бір мәрте қайталайық. Кейбір елдер ежелден тәуелсіз, кейбір елдер тәуелсіздік үшін күреседі. Сингапурдың тәуелсіздігі оның шекесіне зорлықпен таңылған. Сингапур үшін алып айтқанда 1965 жылдың 9 тамызы ешқандай да бір құттықтарлық дата емес. Біз ешқашан Сингапур тәуелсіздік үшін күрескен емеспіз. 100 миллиондаған Малайзия және Индонезия мұсылмандары жасайтын 30 мың аралдың ортасындағы қытайлар жасайтын құрттай аралдың тәуелсіз болуы кісі ақылына сыймайды. Міне бұл Ли Куан Еудің сөзі. Қарақытай қаптаған осындай бір сұмдық елді бейне денесіне өскен рак клеткасын немесе қатерлі ісікті кесіп алып тастағандай, алып тастап, сен бізге керек емессің, өз алдыңа тәуелсіз күн көр деген малайлардың шарасыздығын ойлағанда, осы тағдыр ертең қазақтың басына келмей ме деп ойлауға мәжбүр боласың. Және осы ой басыңа келгенде өне бойың бір дір етеді. Тіпті шекеңнен тер шығады. Тұтас шығыс оңтүстік Азияны Қытайдың жаулап отырғанын білеміз. Таиландтың 2 реткі премьер-министрі Қытай болды. Кәдімгі Қытай. Ағасы Ташин, қарындасы Йингла. 2 мәрте Таиландтың премьері болды. Мьянмардың Гоган деген штаты тұтасымен Қытай. Ол тіпті Мьянмардың орталық үкіметіне бағынбайды. Ол жерде Қытай мобайл ұялы телефон сервисін қолданады. Қытай телеком үйіне тұрақты телефон орнатады. Адамдар юанмен есеп айырысады. Аты Мьянмар болғанмен заты Қытай болып тұр. Камбоджаның тұтас билігі, тұтас элитасы Қытайдың қолында. Ал Вьетнам Қытаймен арадағы соғыста сол жердегі қытайлардың, этникалық қытайлардың Вьетнам билігіне
таласуынан шықты деп айтуға болады. Малайзияның мемлекеттік санағында 26% Қытай. Ал Индонезияда 1997 жылы индонезиялықтар менен сол жердегі тұрғылықты қытайлардың ортасындағы үлкен қақтығыс, қантөгіс болды. Ары қарай жалғастырсақ, тұтас шығыс оңтүстік Азияны адақтап шығуға болады. Яғни тұтас шығыс оңтүстік Азиядағы бір ғана мәселе бар, ол Қытай демографиясы мәселесі. Яғни тұтас шығыс оңтүстік Азияны, оңтүстік шығыс Азияны құжынаған қара Қытай өздерінің меңгеруіне, контролдауына алып алғалы қай заман. Экономикасы менен, демографиясы менен. Міне біз айтатын Сингапур синдромы деген осы. Яғни Қытайлар бір жерге барады, ақырында азаматтығын алады, сол жерден біртіндеп жер сатып алады, құрттай өндірістерін бастайды, өнеркәсіптерін бастайды, дүкендерін аша бастайды, инвестиция сала бастайды. Артынан бірнеше ұрпақ өтер өтпестен сол жерде саяси билікке ұмтыла бастайды. Тіпті элитаны сатып алады, билікті сатып алады. Міне Қытай осындай халық. Тұтас оңтүстік шығыс Азия түгілі Малайзияның өзінде элитаның біраз бөлігі қытайланып үлгерді. Тұтас Африка бұл күнде қытайша үйреніп, Қытайдың қызыл әндерін жаттауда. Тұтас Африканың элитасы Қытайдың қолжаулығы болды. Қарызға белшесінен батты. Еуропа Қытайдың бір өңір бір белдеуіне қарсы Еуропаның 27 мемлекеті қол қойды. Ал біз сол бір өңір бір белдеу дейтін Еуропаға Қытайдың тауарын ең тез жеткізетін жолды, яғни Қытайға керек жолды Қытайдан қарыз алып, Қытай үшін салып бердік. Ол қарыз біздің мойнымызда. Біз тәуелсіз Қазақстан ертең екінші Сингапур болып қалмаймыз ба? Мені алаңдататыны осы. Айналайын қазақтар, біз оянайық. Мынау ата-бабамыз бізге аманаттап кеткен ұлан-ғайыр даланы өзіміздің ұрпағымызға тәуелсіз, еркін, азат, дербес жасайтын ұрпағымызға аманаттап кетейік десек, біз осы қара құрттай қаптаған Қытайдан сақтанайық. Бірнеше ғасыр бұрын босқын болып, соғыстан ауып барған, саудагер болып, балықшы болып барған Қытайлар бүгін тұтас оңтүстік шығыс Азияны жаулап алды. Және ол жерде тәуелсіз Сингапур дейтін елді құрып алды. Және оның өзінде біз тәуелсіз болмайық, сенің қарамағыңда болайық деп жалынып отырғанда да малайлар оны кет ары деп талақ қылып, және талақ қылғанда да Малайзияның парламентінде 3 мәрте осы шешім оқылады. Яғни 3 мәрте талақ қылып тастайды Сингапурды. Екінші рет қайтадан некеленіп алмастай қылып тұрып. Сол 3 мәрте талақ айтылған Сингапур 96 жылға дейін Малайзияға қосылуға тұтас халқы дауыс береді. Бұндағы себеп не? Яғни синофобия. Малай халқының Қытайдан сақтануы. Мынау арлан қасқырлар қақпанға түсіп қалғанда, соның ішінде де бір керемет бір арландары ана қақпанға түскен сирағын шайнап үзіп тастап кетіп қалады екен дейді. Мына аюлардың ішінде де сондай бір мықтылары аяғын шайнап жұлып кетіп қалады екен дейді. Менше бүгінгі Малайзия сол кешегі Сингапурды ерекше бір жақсы, сондай бір оң шешіммен дербестеп тастаған екен. Сингапурды сен кет бізден бөлектен деп тастау, соншама жерді ата-бабасының аманаттаған жерін қиып, болды сен өз алдыңа кет деген Малайзияның сол кездегі тағдырын ертең біздің қазақ қайталап жүрмей ма? Мен тек содан қауіптенемін. Менің аты жөнім Серікжан Біләшұлы. Қытайдағы түрмеде отырған 500 мың қазақтың мұңын мұңдап, жырын жырап жүрген қазақпыз. Қытайда дәл осы 2017-2018-де тұтас молдалар, имамдар тұтқындалып болды. Молдалардың 90% түрмеде. Қазақстанға туышылап келген қазақтың бәрі түрмеде отыр. Қазақстанға оқимын деп келген Қытай қазақтарының міне біздің қолымызға жеткен дерегі бойынша қазірге дейін 79 студент Қытай үкіметі жағынан алдап, арбап, қорқытып, бопсалап, шақыртып алынып, қазір түрмеде отыр. Ал бізге бұл деректер үздіксіз толықтырылуда. Қазірге дейін біздің қолымызға жеткен дерек 100-ден асты. Біз мерзімді басылымда 79 қытайлық қазақ студенттің кері шақырылып алып,
түрмеде отырғанын анықтап шығып, Абай газет порталында жариялағанбыз. Қытайдағы қазақтардың басындағы ауыр күнді тұтас қазақ қоғамына жеткізу үшін біз осығанға дейін 7-8 мәрте баспасөз мәслихатын, дөңгелек үстелдерін ұйымдастырдық. Тұтас қазақ қоғамына танымал үлкен тұлғалар Сәбетхан Ғаппасов, Марат Тоқашбай, Қабдеш Жұмаділов, Қазыбек Иса, депутат Азат Перуашев, Дулат Исабеков және Расул Жұмалы, Дос Көшім, осы сияқты ірі тұлғалар осы мәселелердің бәрін көтерісіп жүрді. Рысбек Сәрсенбай бастаған үлкен ағаларымыз осы баспасөздердің барлығында Қытайдағы қазақтардың басындағы осы мәселені үздіксіз көтеріп жүрді. Тұтас қазақ қоғамы бұдан хабардар деп айтуға болады. Бүгін Сингапур синдромын айтудағы бір ғана мақсатым, біз Қытайдағы қиналып жатқан, Қытайдың түрмесінде отырған 3 миллион қазақты құтқара алмаспыз. Дәл қазір Қытайдың түрмесінде отырған сол 3 миллионның ішіндегі 500 мың түрмеде отырған қазақты құтқара алмаспыз. Мүмкін біз оны сылтауратып, кісілік құқық немесе екі елдің достығы, геосаяси қатынасы, Шанхай ынтымақтастығы, мұнай газ жағындағы байланыс дегеннің бәрін ұмыта тұрып ол Қытайдың ішкі ісі деп жалтаратын шығармыз. Бірақ Қытайдағы 3 миллион қазаққа араша түсе алмасақ та, мынау тәуелсіз, егемен, дербес Қазақстанымызды қорғауға әрбір қазақ қақылы. Және бұл Қазақстандағы әрбір қазақтың мойнындағы борыш, парыз. Бүгін біз Қытайдан сақтанбасақ, ертең біздің ұрпағымыз Қытайдың құлы болуы бек мүмкін. Сақтанайық қазақ. Менің аты жөнім Серікжан Біләшұлы. Қазақ интернетінде Жарқын 7 деген атпен 7 том кітап жазғанбыз. Қытайда туып өскен, Қытайдың қыры мен сырын жатқа білетін, мен қазақтың бір азаматы ретінде, Қазақстан Республикасының азаматы ретінде мынаны күллі қазақ баласына, алаш ұрпағына ескерткім келеді. Ата-бабамыз күлтегін мәңгі тасында, Тұнйоқық мәңгі тасында, Білге қаған ескерткішінде ескертіп тұрып жазып кеткен. Тауғаштың бектері залым деген, Тауғаштың шайы мен шайысіне алданбаңдар деген Тауғаш бүгінгі Қытай. Сол Қытайдың бір үлгісі Сингапур синдромы. Сақ бол, алаш баласы. Аты жөнім Серікжан Біләшұлы. Пікірлеріңіз болса, телефон